Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен бірге жай мақпалдан 3 түсті нүкте құрағын құраймыз. Алдағы уақытта шығатын мастер-класстарды жіберіп өткізіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін нүкте құрағымызға 5-5 см құрақ көзі қажет. Мынау 5, бұлай 5. Және астарлық қажет болады 24-24, және ортасын центрін шығарып алдым сызып. Және мен жай мақпалдан қызыл, қызылынан жай мақпал, жасылынан, сары түсінен, үш түсін таңдадым. Өздеріңіз қалаған түсті таңдай аласыздар. Құрақты құрап бастаймыз. Және мына құрақ көзін жылжып кетпеу үшін мына әр 4 бұрышын неге сызылған сызыққа келтіріп булавкамен қыстырып алдым. Енді айналдыра өстіп тігіп шығамыз. Және мен бірінші сары түсін таңдап, бірінші сары түсінен бастап тігеміз. Енді екінші қабырғасында сары түспен тігеміз. Бұл мата жолағымыздың сантиметр 4 сантиметр. Бәрі де 4 сантиметр. Міне көріп отырғаныңыздай 3 қабырғасы шықты, енді 4-ші қабырғасы. Енді мен келесінің түсін, қызыл түсін таңдадым келесіне. Енді басында, аяғында міндетті түрде закрепка бересіздер. Әдемі болып шығып келе жатыр.
екінші несін түсініп бітірдім. Әрбір бұрышы мына сызыққа келіп тұр. Әрбір бұрышы. Енді жасылдан тігеміз. Құрақты сіздер любой материалдан құрай аласыздар, маталардан құрай аласыздар. Королевскийден де құруға болады. Енді төртінші қабырғасы. Ровно болып шығып жатыр. Жасыл, сары, қызыл, жасыл, қайтадан сары.
Енді соңғы несі қызылды тігеміз. Міне. Екі бөлмесі. Төртінші қабырғасын тігіп жатырмыз. Міне нүкте құрағымыз дайын болды. Міне 3 светтен құралған. Сіздер де құрап үйреніп алыңыздар.